Grok бағдарламасымен мульт-видео жасаудың оңай тәсілі. Сәлем достар, бүгін мен сіздерге Grok бағдарламасы арқылы дәл осындай видеоны қалай жасауға болатынын көрсетемін. Так, ең алдымен бірінші ChatGPT бағдарламасына кіріп, өзімізге керекті фотоны мульт форматта дайындап аламыз. Так, маған ең керегі бірінші түлкі мен қасқыр деп алайық. Мульт форматта. Енді дайын болған фотоны күтеміз. Содан соң дайын фотоны сақтаймыз. Содан соң осы суретке маған ертегі құрап бер деп жазамыз. Осы ертегіні сіздерге құрап береді. Сосын осы ертегі бойынша сіздер жұмыс жасайсыздар. Содан соң Grok бағдарламасына кіріп, екінші сөзді басамыз. Одан кейін өзімізге керекті фотоны таңдап аламыз. Және жаңағы ChatGPT жазып берген ертегінің жартылай сөзін копировать етіп, мынаның астына қоямыз. Содан соң бұның астына осыны маған бейне түрінде істеп берші деп жазамыз. Видеоның дайындалуын күтеміз. Содан соң дайын болған видеоны сақтаймыз. Одан кейін CapCut бағдарламасына кіреміз. Сосын мына жердегі өзімізге керекті видеоларды біріктіріп аламыз. Осылай біріктіреміз. Арасына мынандай нелер қоссаңыздар болады, бесплатный. Осы жердегі эффекттерді. Одан кейін записывать кнопкасын басып, осы жерде өздеріңіз озвучка істесеңіздер болады. Мына жерде көк кнопканы басасыздар. Сосын озвучка жасайсыздар. Өшіріп тастайын. Содан соң озвучканы полный жазып болғаннан кейін сіздер мына жерден звук қоса аласыздар. Яғни звук деген кнопканы басамыз. Жерден бір белгілі бір звукты таңдап аласыздар, және оның звугын на громкость дегенмен басып, баяулатып қоюға болады. Сосын мына жерде артық звукты қысқартып тастаймыз, яғни бізге оның керегі жоқ. Сосын дайын болған видеоны сақтаймыз. Экспорт дегенді басамыз. Видео сақталып болғаннан кейін сіздерде осындай видео дайын болады. Баяғыда қыстың қақаған бір күнінде орман іші аппақ қарға ораныпты. Өзеннің беті көк мұз болып қатып, тек ортасында ғана бір ойық қалыпты. Сол ойықтың қасында қу түлкі мұз үстінде күліп отыр екен. Содан кейін аш қасқыр келіп, "Түлкіжан, қарным ашты, не істесем болады?" деп сұрапты. Түлкі айласын асырып, "Анау мұздағы ойыққа құйрығыңды салып отыр. Балықтар өздері келіп жапсады. Таңертең толтырып аласың" депті. Қасқыр сеніп қалып, құйрығын суға малып, түні бойы күтеді. Аяз күшейіп, су мұз болып қатып қалады. Таң ата қасқыр тұрмақшы болғанда, құйрығы мұзға қатып қалғанын көреді. Сол кезде түлкі шетте тұрып, саусағымен көрсетіп, тарта ғой, балығың көп болса ауыр болады" деп мазақ қылады. Қасқыр бар күшімен тартқанда мұз сұнып, өзі суға түсіп кетеді. Әзер дегенде шығып, үсті басы су болып қалтырап қалады. Ал түлкі қар үстінде домалап күліп жатады. Содан бері қасқыр түлкінің айласына сенбейтін болыпты. Ақпарат пайдалы болса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.